9 сынып геометрия пәнінің В деңгейі 345, 346, 347 есепті қарастыратын боламыз. Шеңберге іштей сызылған дұрыс үшбұрыш берілген, оның қабырғасы 8 сантиметрге тең. Осы арқылы біз формуласы бар өзінің радиусы тауып аламыз. АН тең R төбірасында 3. Бұл жерден АН-нің орнында 8 сантиметрді қоямыз. R төбірасында 3. Осы жерден R-ді табатын болсақ, 8-ді төбірасында 3-ке бөлеміз. Иррационалдықтан құтылып кетуге болады. 3-тен 8 төбірасында 3 шығады. Біз радиусты тауып алдық. Енді осы радиус арқылы біз шаршының қабырғасын анықтауымызға болады. Яғни А4, R төбірасында 2. R белгілі, орнына апарып қоямыз. Төбірасы 2-ні алымына көбейтіп жіберсек, 3-тен 8 төбірасында 6 шығады. Қабырғасын анықтадық. Енді периметрінің формуласына келтіреміз. Периметрдің формуласы біз білеміз 4 көбейтілген А. 4 пен 8-дің көбейтіндісі 3-тен 32 төбірасында 6. Енді шеңберге іштей сызылған шаршының периметрі берілген. П тең 18 сантиметр. Олай болса, осы шеңберге іштей сызылған дұрыс үшбұрыштың қабырғасын анықтауымыз қажет. Алдымен шаршының қабырғасын тауып аламыз. 18-ді 4-ке бөлеміз. Бізде 4,15 шығады. Осы арқылы А4, R төбірасында 2 формуласын қолданып, R-ді анықтап аламыз. Бөлеміз. Иррационалдықтан құтылсақ, 2-ден 4 төбірасында 2-ден 4,15 төбірасында 2. Енді А3-тің формуласына апарып қоямыз. Ол R төбірасында 3-ке тең. 2-ден 4,15 төбірасында 2. Көбейтілген төбірасында 3. Есепте дұрыс 8 бұрыштың ең үлкен диагоналы 6 сантиметрге тең. Оның ең кіші диагоналын табыңдар дейді. Бізде 8 бұрышты сызып алдық, оған сырттай шеңбер сыздық. Және оның ең ұзын диагоналы, яғни диаметрді береді. Диаметр 2 радиустан құралады. Енді біз ең қысқа диагоналын анықтауымыз керек, яғни А2, А4-ті анықтауымыз қажет. Ол үшін бізде диаметр арқылы радиусты табуымызға болады. Бізде диаметрі 6 сантиметрге тең, диагоналы 6 сантиметрге тең. Олай болса, D тең 2R, R-ді анықтап аламыз болады. 2R тең 6-ға, R тең 3-ге. Яғни біз радиус 3-ке теңге анықтап алдық. Енді біз мұна диагоналды анықтауымыз керек. Ол үшін біз мұна үшбұрышты қарастырамыз. Үшбұрыш А2O А4. Бұл бізде тікбұрышты үшбұрыш. Тікбұрышты үшбұрыштың 2 катеті белгілі. Гипотенузасын анықтаймыз. А2 А4-тің квадраты R квадрат қосылған R квадрат. Яғни 2R квадрат. Бізде R белгілі, 2 көбейтілген 3-тің квадраты 18-ге тең. Олай болса, А2, А4-тің өзі төбірасында 18. Төбірасында 18 деп отырғанымыз 3 төбірасында 2. Жауабы 3 төбірасында 2 сантиметр. 347-ші есепте қабырғасы 5 сантиметрге тең дұрыс үшбұрыш берілген. Осы үшбұрыштың ауданын табуымыз қажет. Біз ауданның формуласын білеміз, яғни S тең
2-ден 1 r квадрат көбейтілген n көбейтілген синус n-нен 360 градус. Бұл бізде формула. Осы формула арқылы ауданды анықтауымызға болады. Алдымен бізге r-ді анықтауымыз қажет. Ол үшін r-дің формуласы бар. a3 тең r түбір астында 3. Осы арқылы r-ді анықтайық. 5 тең r түбір астында 3. r тең түбір астында 3-тен 5. Иррационалдықтан құтыламыз. 3-тен 5 түбір астында 3. R-ді анықтадық. Енді осы формулаға қоюымызға болады. S тең 2-ден 1. 5 түбір астында 3-тің квадраты көбейтілген n менде 3-ке тең. Квадраттайтын болсақ, 9-дан 25 көбейтілген 3. Көбейтілген 3. Синус 360-ты 3-ке бөлетін болсақ, 120 градус. Синус 120 градуста 2-ден түбір асты 3-ке тең. Ары қарай 9 бен 3-ті тағы 3-ті қысқартып жібермеске болады. Бөлімін көбейтіп аламыз. 2 мен 2 4. Алымында 25 түбір астында 3 болады. Біз аудан анықтадық. Қабырғасы 2 сантиметрге тең. 6 бұрыш берілген, дұрыс. Ауданын табуымыз қажет. Дәл солай формула қоюым үшін мен r-ді анықтауым қажет. a6 r-ге тең. Олай болса, r 2 сантиметрге тең. Формулаға қоятын болсақ, 2-ден 1 көбейтілген 2-нің квадраты 4 көбейтілген 6 синус 6-дан 360 градус. 4 пен 2-ні қысқартып жіберсек, 2 мен 6-ның көбейтіндісі 12 көбейтілген синус 60 градус. 12 көбейтілген синус 60 градус 2-ден түбір асты 3-ке тең. 12 пен 2-ні қысқартып жібереміз. 6 түбір астында 3 сантиметрге тең.